Dostlar, men dalaның келбетін тамашалап тұрмын. Дала өте күшті. Мінекей. Ана жақта балдар далаға ойнап жатыр. Өте жақсы болып тұр, маған өте қатты ұнады. Нәтижесінде есік бар. Мен сіздерге видео түсіріп отқан себебім, мен осындай жүк креслода сіздерге көрсетемін. Міне, мен пришла, жүрек кресло, сондай пришла, ішеке бейім жасалынған, как көрдіңіздер. Мен оның аузын аштым. Осындай резинка, білмеймін, әйтеуір маған неге керек екен, бірақ әйтеуір өте қатты жақсы. Өзіме бір көйлек керек болып қалса, пайдаланамын деймін. Қараңыздар, ол жерде менің өте күшті тұрған. Сондай мойынға тағатыным. Тек бұлай ең жақсы пысай істеуге болады. Сонда әртүрлі нелері бар. Осындай сақина бар, көрсетейін. Бірақ ол кішкене сүйеріп жатыр десек те болады. Десек те болады. Менің әп-әдемі ойыншықтар. Оның ішінде әп-әдемі ойыншықтар бар. Қараңыздар. Енді осындайдың біреу бар, потому что соның ішінде бірақ алғым келмейді. Болды. Менің Эльза суретім. Эльзаны көйлегін кидім ол кезде мен. Өте әдемі. Ал енді сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Менің бұл бірінші бөлімім еді.